сізде дәл осы видеоны көрмесеңіз, үнемі өкінетініңізге сенімдімін. Себебі бұл басқалар сатып жүрген 200 мың теңгеге сатылатын авторлық курстардың бірі. Бірақ та бұл сіз үшін теп-тегін. Ол үшін арнаға тіркеліп, жаңа сабақтардан құр қалмау үшін лайк басып өтіңіз. Және де осындай құнды ақпарат сізге тегін беріліп отыр. Соған сай сізден сұралатыны бізге осындай белсенділік таныту, ал егер де олай жасасаңыздар, біз өте қатты қуанып, шабыттанып, одан сайын сіздерге сапалы ақпаратпен бөлісе береміз. Және де бұл жерден курс кімдерге арналғандығын көріп алсаңыздар болады. Ал біздің бүгінгі тақырыбымыз ол quantifiers деп аталады. Quantifiers дегеніміз, егер де соның не екенін білмесеңіз, бұл тақырыпты міндетті түрде біліп алыңыз. Себебі ол үнемі алдыңыздан қайта-қайта оралып, сіздің проблемаңыз болып қалуы мүмкін, егер де осы сабақты көрмесеңіз. Бүгін біз соның ара жігін ажыратып алатын боламыз. Алдымен өзіңізге арнайы дәптер бастап бәрін жазып алып, жазып алуыңыз маңызды, және де бұл сабақты міндетті түрде дауыспен тыңдаңыз. Алдымен осы екеуінен бастағым келіп тұр. Бірінші ол many және де much. Екеуі егіз ұғым деп айтсақ та болады. Бірақ та many ол алдымен мағынасын айтып өтейік. Ол бірінші біздегі мағынасы біраз дегенді білдіреді. Яғни біз үнемі 1-2 деп айта бермейміз ғой, санаған кезде де оның көлемін білдіру үшін осындай біраз, бірнеше деген сөздерді қолданамыз. Дәл осы сөздің аудармасы ол many. Ағылшын тілінде біраз, бірнеше деп айту үшін many сөзін қолданады екенбіз. Бұл саналатын заттармен, мысалы, көріп тұрғандарыңыздай мұнда кеселер тұр, яғни чашкалар тұр. Олар бізде 1 чашка, 2 чашка деп саналады. Мысалы, мұнда көріп тұрған мысалды do you have many cute mugs? Бұл жерде сенде бірнеше болсын сондай сүйкімді чашкаларың бар ма деп сұрап тұр, яғни бізде бірнеше, біраз дегенді білдіреді. Ал much дегеніміз нені білдіреді? Бұл да осы біраз, бірнешеге тең, бірақ та оның айырмашылығы. Біз оны алдыңғы жаңағы сабақта өткеніміздей uncountable, яғни саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. Яғни бұл жерде саналмайды. Мысалға, I don't drink much coffee. Мен ондай көп кофе ішпеймін. Яғни бұл жерде мына ыдыстың ішінде тұрған кофені біз 1 кофе, 2 кофе деп санамаймыз. Кофе құйылған ыдыстың бірнесі, екеуі деген секілді. Сол кезде біз much дегенді, біраз, бірнеше дегенде much дегенді қолданады екенбіз. Одан кейінгі тоқталғым келіп тұрғаны бұл little және де a little, few және де a few. Бұл жерде біз бірінші little'ды қашан қолданамыз? Мысалға, бұл little дегеніміз мынадай мағынаны білдіреді. Сізде белгілі бір заттың аз ғана көлемі бар, және де ол сіз үшін жеткіліксіз. Мысалға, I get very little sleep last night. Мен алдыңғы түнде өте аз ұйықтадым. Ол маған жеткіліксіз болып тұр, және де менің бүгін ұйқым қанбай тұр. Және де біз бұны қандай, біз ұйқы, 1 ұйқы, 2 ұйқы деп санамаймыз ғой. Сондықтан да бұл бізде саналмайтын uncountable nounстармен бірге қолданылып жүреді. Одан кейінгісі, осының егіз ұғымы a little, ол аз, ол аз, бірақ та ол үшін жетеді, жеткілікті. Бұл да uncountable nounспен қолданылады екен. Яғни, бірден есімізге сақтап алайық, little дегеніміз жалпы бірден ол uncountable nouns. Little'ды көрсек болды. Uncountable nouns. Немесе uncountable nouns'ты көрсек, бірден little'мен қолданамыз. Бұл жерде аз, бірақ жетеді. He added a little salt to his salad. Ол салатқа өте аз ғана тұз қосты, бірақ та ол жеткілікті. Одан көп қосса тұзды болып кетеді. Ал одан кейінгі біздегі few. Few ол аз және де жетпейді, бірақ та ол саналатын, яғни countable nounспен қолданылады. Few students passed this difficult exam. Өте аз ғана, ол жеткіліксіз мөлшердегі оқушылар ғана бұл қиын экзаменді өтті. Яғни ол аз болып тұр. Few. A few. Ал енді a few дегені қандай? Ол аз, бірақ та аз болғанмен де ол жеткілікті. She bought a few apples at the market. Яғни ол базарда аз болса да жеткілікті, жақсы бір көлемдегі алмаларды сатып алдым деп айтамыз. Ал
келесіміз ол бізде a lot of деп аталады. A lot of дегеніміз көп деген мағынаны білдіреді. Бұл саналатынмен де, саналмайтынмен де қолданылады. Яғни countable and uncountable nouns in positive statements. Яғни ол болымды сөздерде. Болымды дегеніміз қандай? Мысалы, егер де ол осылай жасады десе, ол болымды. Ал егер де болымсыз сөйлемдейтін болсақ, онда ол осылай жасамады. Ол болымсыз, яғни жасамады, болмады деген олар болымсыз сөйлемдер. Мысалға мұнда you have lost a lot of weight. Сен өте көп салмақ тастадың. A lot of сондай болды. Енді бізде одан кейінгі қызық тағы да мысалдарымыз some деп және де any деп аталамыз. Some use with plural and countable and countable nouns in affirmatives and in requests and offers. Бұл some дегеніміз, яғни мұнда жазып өтейін. Ол саналатынмен де, саналмайтынмен де қолданылады. Countable. Сіздер дәл осылай дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, қолданылуы деп жазып қойыңыздар да. Countable and uncountable nouns деңіздер. Одан кейін болымды сөйлемдерде, оны плюс сөйлемдері деп айтсақ та болады. Болымды сөйлемдер. Кәдімгі сөйлемдер, және де біреуден бірдеңе сұралған кезде сұрау. Және де ұсыныс. Қазір әрқайсысына мысал келтіріп өтетін боламын. Мысалға, some дегенге қандай мысал келтірсек болады? Мысалы, егер де болымды сөйлемге мысал келтіретін болсақ, I have some toys. Менде кішкене бір ойыншықтар бар. Ал егер де сұрау керек болатын болса, мысалға, can you give me some tomatoes? Сен маған кішкене помидор бере аласың ба? Деп сұрай аламыз. Кішкене дегенді, бұның аудармасы бізде кішкене деп аударылады. Ал егер де біз ұсынысты айтатын болса, ол кезде қалай айтамыз? Мысалға, would you like some tea? Сен кішкене шай ішкің келеді ме? Ол ұсыныс. Яғни осындай жағдайларда біз қолданады екенбіз. Енді одан кейінгі any деген. Бұл біз тағы жаңағы айтқандай uncountable and countable nouns. Яғни саналатынмен де, саналмайтынмен де. Мұнда тағы да countable және де осылай қысқартып қана жазыңыздар. Uncountable nouns-пен қолданылады. Және де plural, әлбетте бұл көпше түрде, және де бұл негативті, яғни болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Сөйлем. Және де тек қана бұл сұрақтарда, сұрақ сөйлемдерінде де, мысалға, егер де негативке мысал келтіретін болсақ, we didn't have any problems. Бізде ешқандай да проблема жоқ. Бұл жерде бұны ешқандай, немесе оған қосатындай ешқандай проблема жоқ деп аудара аламыз. Немесе қандай тағы да сұрақ қойсақ болады. Мысалы, do you have any bananas? Сенде банан бар ма? Солай секілді. Әйтеуір бір банан бар ма деген секілді мағынада қолданады екенбіз. Және де бұл жерде тағы да айтқым келіп тұрғаны, мұнда мен екеуін айтпай өттім. Lots of және де lots of. Бұл екеуінің мағынасы сіздер соңына дейін көргендіктен плюс бонус айтқым келіп тұр. Екеуі тең. Және де олар барлық осындай зат есімдермен қолданылады. Және де a lot of work, a lot of apples. Lots of apples. Олар көп деген мағынаны білдіреді. Және де бұл саналатынмен де, саналмайтынмен де қолданыла береді. Ал plenty of дегеніміз more than enough. Яғни ол өте көп мөлшерде, сондай молшылық, сондай өте көп, There is no need to hurry. We've got plenty of time. Ешқайда асығудың керегі жоқ, бізде сондай көп уақыт бар. Және де бұл plenty of дегеніміз uncountable,
статисімен қолданылады, және де саналатын болатын болса, ол көпше түрдегі саналатынмен қолданылады. Яғни we've got plenty of apple деп біз айта алмаймыз. We've got plenty of apples, яғни бізде алманың өте көп мөлшері бар дегенді білдіреді. Және де тақырыпты бекіту үшін описаниедегі сілтемені тапсырмада орындаңыз. Және де тегін сабақтар жалғасқан өтініш, біздің арнамызға тіркелу өтініші. Өзіңіздің жүрек жырт сабақ ұнады ма, не ұнамады, пікіріңізді жазыңыз, лүпіліңізді басып кетіңіз. Және де басқалар 200 мың теңгеге өзінің ақшаларын құртпай, біздің курстан оқысын. Сондықтан басқалармен бөлісіп қойыңыз. Ешкімнен қызғанбай, керісінше кең болайық. Кең болсақ, кем болмаймыз дейді қазағымыз. Және де сіздердің осындай кері байланыстарыңыз бізге күш шабыт береді. Егер ол жоқ болса, біз тіпті жасамауға бармыз. Әрі сонымен қатар біз, егер сіздер белсенді бола беретін болсаңыздар, осы ағылшынның барлық деңгейінен тегін курстар жеке-жеке түсіретін боламыз, міндетті түрде, алла бұйырса. Және де сұрақтарыңыз болса да жауап беруге дайынбыз. Және де соңына дейін жеткеніңіз үшін сізді мақтағым келеді. Сіз мықтысыз, сіз сондай желісіз, осы халқыңыздан таймаңыз. Келесі сабақта жүздескенше.